Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып, бастауыш сынып мұғалімі Жаңабаева Гүлханыс Қайроллақызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбірлес сөздер. 26-29 жаттығу. Оқу мақсаты: негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау. Түбірлес сөздердің мағынасын ажырату. Сабақ мақсаты: негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасай алады. Түбірлес сөздердің мағынасын ажыратады. Балалар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен сабақтарға ой жүгіртейік. Ол үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Түбір дегеніміз не екен? Жарайсыңдар, сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігі түбір сөз деп аталады екен. Жұрнақ дегеніміз не екен? Ойланайық балалар. Жарайсыңдар, сөз мағынасын өзгертетін қосымша жұрнақ деп аталады екен. Жалғау дегеніміз не екен? Дұрыс, сөзбен сөзді байланыстыратын қосымша жалғау деп аталады екен. Туынды сөз дегеніміз не екен балалар? Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөз туынды сөз деп аталады екен. Түбірлес сөздер дегеніміз не екен? Жарайсыңдар, бір түбірден тараған сөздер түбірлес сөздер деп аталады екен. Балалар, түбірлес сөздердің ережесін есімізге түсірейік. Бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды. Білім, біл, білімді, білгіш, өнер, өнерлі, өнерпаз. Балалар, енді 26-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Ертеде ағашты тұрмыс пен шаруашылыққа, жарамдылығына қарай отынды, кәделік ағаш деп екі топқа бөлген. Шеберлер ағаштан әртүрлі бұйымдар жасап кәдеге жаратқан. Ағашты кескен кезде сүрегіндегі шеңберлердің санына қарап, жасын анықтайды. Олар жасына қарай мынадай түрлерге бөлінеді: балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар. Балғын, жас ағаштарды кесуге қазақтар көктей соласың деп тыйым салады. Кәрі, қураған ағаштар ғана кесіледі. Мұндай ағаштар отынға пайдаланылады. Балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Неліктен ағаштар отындық кәделік болып бөлінеді? Ойланамыз балалар. Жарайсыңдар. Ағаштар жарамдылығына қарай кәделік, отындық болып бөлінеді екен. Ағаштың жасына қарай қандай түрлері бар екен? Дұрыс, ағаштар жасына қарай балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, кәрі, қураған ағаштар болып бөлінеді екен. Жас ағашты неге кесуге болмайды? Ойланамыз балалар. Жарайсыңдар. Ағаш адам өмірі үшін өте пайдалы. Ағаш ауадағы көмірқышқыл газын өзіне сіңіріп, адамға қажетті оттегі бөліп шығарады екен. Көктей соласың деп неліктен айтады? Дұрыс, балғын, жас ағаштарды кескен кезде көктей соласың деп тыйым салған. Себебі жас талды кесіп өлтіруге болмайды. Осы арқылы балаларды табиғатты қорғауға үйреткен. Балалар, мәтінде бізге мағынасы түсініксіз сөздер кездесті. Сол сөздердің мағынасын біліп алайық. Сүрегі, ағаш тіңінің қабықтан кейінгі едәуір бөлігін алып жатқан қабық пен өзектің арасындағы қалың қабығы. Тыйым, бір нәрсені жасауға шектеу қою, яғни жамандықтан аулақ болуға үйрету.
енді мәтіннен түбірлес сөздерді табайық. Кәне балалар, мәтінге қарап, түбірлес сөздерді тауып көрейік. Дұрыс. Кәде, кәделік, жас, жасын, жасап, отын, отындық. Тамаша балалар. Балалар, енді сәл шығармашылық үзіліс жасайық. Шығармашылық үзілісте 27-ші жаттығуға назар аударайық. Берілген сөздерден туынды сөздер жасап, жаз дейді. Балалар, бізге бала, сый, ек деген түбір сөз беріліп тұр. Және соған сәйкес бірнеше жұрнақтар берілген. Сол түбір сөздерге жұрнақтарды жалғау арқылы жаңадан түбірлес сөздер жасаймыз. Кәне балалар, ойланайық. Балалық, балақан, балақай. Сыйлық, сыйлы, сыйлау. Жарайсыңдар балалар. Егін, егінші, егінді. Дұрыс балалар. Енді балалар, мына түбір сөздердегі ек деген түбірге назар аударайық. К дыбысы өзгеріске ұшырады. Бұған сәйкес ережені біз өткен сыныптарда өткенбіз. Сол ережені есімізге түсірейікші, кәнекей. Ойланайық балалар. Қатаң К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, қатаң К дыбысы Г дыбысына айналады екен. Балалар, сәл серпіту сәтін жасайық. Ойлан, тап. Суреттегі адамдардың жасына қай ағаш сәйкес келеді екен? Кәне балалар, ойланайық. Ағаштың жасын қалай анықтау қажет екенін мәтіннен оқып білдік. Дұрыс балалар, жарайсыңдар. Балалар, енді 29-ші жаттығуға назар аударайық. Сұрақтарға жауап жаз. Күн мен түн теңелетін кез. Дұрыс. 22-ші наурызда күн мен түн теңеледі екен балалар. Ең ұзақ күн қашан болады? Ойланайық балалар. Жарайсыңдар. 20-ші маусым күні ең ұзақ күн болады екен. Ең ұзақ түн қашан болады екен? Дұрыс. Желтоқсанның 21-нен 22-сіне қараған түн ең ұзақ түн екен балалар. 365 күн неше жылға тең? Жарайсыңдар балалар. 365 күн бір жылға тең екен. Балалар, бүгінгі сабақты жақсы түсінді деп ойлаймын. Олай болса, сол сабаққа сәйкес қалыптастырушы бағалау тапсырмасын орындайық. Сәйкесін тап. Балалар, мына фигурада бірнеше түбір сөз және бірнеше жұрнақ берілген. Сол түбір сөздерге сәйкес жұрнақтарды таба отырып, жаңадан түбірлес сөздер жасаймыз. Оқулық, оқушы, білім, білгіш, білгір, суар, сулық, суат, сулы. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабақты жақсы түсіндіңіздер ма? Тамаша. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар.